Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Өңірде қауіпсіз көлік жүргізуді насихаттап, жол мәдениетін арттыруға үлес қосқан тұрғындар арнайы марапатталды. Үлгілі жүргізуші 2025 акциясы аясында Жамбыл облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Бауыржан Жынаев жол қозғалысы ережелерін сақтауда дәріптеп жүрген белсенділермен кездесті. Жиынға мектеп директоры, автомектеп оқытушысы, сондай қаладағы автоклубтардың жетекшілері де шақырылды. Қатысушыларға полиция департаментінің бастығы Қайсар Сұлтанбаевтың атынан алғыс хаттары мен естелік сыйлықтар табысталды. Бүгін Жамбыл облысы полициясының ұйымдастыруымен республикалық үздік жүргізуші акциясы өткізілді. Әрине, қоғамда көлік жүргізушілер өте көп, бірақ оның тәртіппен жүргізілуі өте маңызды. Осы орайда үздік жүргізушілерді марапаттады. Мен де 22 жыл көлік жүргізіп келе жатырмын. Сондай қонақтарға полиция департаменті мұражайы таныстырылды. Мұнда ішкі істер органдарының тарихы, архивтік құжаттар, әр кезеңдегі формалық киімдер мен түрлі қызметтердің арнайы экспозициялар көрсетілді. Одан соң қатысушылар жедел басқару орталығына барып бейне бақылау жүйесінің жұмысы, қаладағы ахуалды тәулік бойы бақылау және жедел шешім қабылдау үрдістерімен танысты. Еркін форматта өткен кездесу тараптарға полиция қызметінің жұмыс барысын жақынырақ көруге, әрі жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі жаңа ортақ тәсілдерді талқылауға мүмкіндік берді. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Мейіржан Ерболатов, 24 News.